Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, достар, әріптестер. Міне қасымда Нұреке бауырым, үлкен компанияның негізін қалаушы. Осы бір жылдың ішінде да Нұреке Жеті Нұр консалтинг деген үлкен компанияны негізін қалады, бастады. Бұл былай қарапайым тілмен айтқанда бизнеске, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы. Нұреке, сол компания енді кішкене тарихын айтып берсеңіз? Негізгі тарихы, мен өзім банковский сферада 15 жылдан жоғары жұмыс істегем. Именно по линия МСБ, микро қаржы бойынша, микро-средний қаржылар бойынша қаншама адамдарға, кәсіпкерлерге көмек беріп, направление беріп, дұрыс бағыт беріп, сөйтіп банктан шығып, мен өзімнің компаниямы осылай ашып, неге жүрмеске деп, өзімнің 15 жыл, 20 жыл үйренген білім бәріні өзіме салуға, неге болмасқа деп, сөйтіп өзіме компания ашуды шештім. Компания ашылғаны өткен жылы сентябрьда, 24 жыл сентябрьда ашылу басталды, о Тараз қаласында. Қазір бүгінгі таңда уже Тараз, Алматы, Астана, Түркістан, Шымкент, 5 қалада, 5 филиалда бар. Біздің негізгі мақсатымыз кәсіпкерлері дұрыс направление беріп, дұрыс бағытпен кредит алуға, несие алуға, дұрыс бағытпен процентный ставкасы төмендеу, мемлекеттік жағынан субсидиялайтын кредиттер, сол мақсатпен ашылған компания. Құдайға шүкір, қазір 5 қаланы жүргізіп жатырмыз. Біздің алдымызда әлі көп мақсат бар. Мақсатымызға құдаласа осы жылда 26 жылға дейін жетеміз деп отырмыз. Конечно, ол сіздің артыңызда, бүгінгі сіздің өзіңіздің біліміңізді білген, оқыған, көргеніңіздің бәріні менің компаниямның ұжымына өзіңіз бағыт бағдарлама беріп, направление беріп, үлкен көмек берген үшін сізге алғысым шексіз. Рахмет. Біз екі күнде осы сенбі, жексенбі күндерге демалысқа қарамай 5 филиалдың 20-ға жуық кәдімгі азаматшалары келіп, осы Нұрекенің компаниясының кәдімгі командасы келіп, біз менеджмент бағытында түрлі практикалық кейстерді қарастырдық, маркетинг кішкене қарады, әлеуметтік желіде қалай жасағандар, осы кәсіпкерлік бағытын қалай беретін, осы Жеті Нұр консалтинг компаниясының әрі қарай стратегический развитие жоспарын біз талқыладық. Екі күнде кәдімгі активный дискуссия болды, оқыту болды. Нұрекең керемет команданы жинады. Жастар болса да тәжірибесі мол, банк саласында Нұрекең өзі істеген, сонымен бірге командасында көп салада істеп жатқан жастар жиналған. Кәдімгі энергия бар, көздері жанып тұр, жоспарлары бар. Енді Нұрекеңге сәттілік тілейміз. Біз болашақта Нұрекеңмен партнерство жасап, көп осы бағыт негізі кәсіпкерлерге керек нәрсе. Біз осы екі күнде талқылап жатырмыз. Уже 3 күндей болып қалды. Қазіргі таңда көп кәсіпкерлер қандай бағыттар бар екенін білмейді. Финансовый грамотность өте актуальный нәрсе. Осы Жеті Нұр консалтинг компаниясы соны жетілдіреді. Сонымен бірге керемет офистер бар, инфраструктураны осы Нұрекең және оның командасы оған үлкен көңіл бөліп жатыр. Керемет софт формат, лофт стилмен, жаңа форматпен жасаған, дизайнмен жасаған офистері бар. Сәттілік тілейміз. Нұреке, осы бастамаңыз оңынан болсын. Бұл енді любой компанияның енді бір жылдық ол кәдімгі тұсау кесуі. Бүгін тренингтің алғашқысы, біріншісі болды. Әрі қарай отраслевой, салалық бағытында көп тренингтер әр 2 айда, 3 айда өткіземін деп Нұрекең айтып жатыр командасына. Сәттілік тілейміз. Енді сұрақтар болса, Жеті Нұр консалтинг компаниясына жазылыңыздар. Болашақта үлкен бағыт, үлкен береке күтіп тұр. Сәттілік, Нұреке. Рахмет сізге, Азеке. Баршаңызға